Бәресімде бағдарламасында бүгін әңгімеге өзек болатын Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, соңғы көш, дарабоз сынды дара шығармаларды жазған Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығына арналады. Студия қонақтарды күтіп отыр. Алдымен әңгімемізді бастамас бұрын журналистеріміздің арнайы әзірлеген бейне сюжетіне назар аударайық. Жазушы болу жан азабы. Осы бір абыройлы да азапты кәсіптің екінің қолынан келе бермейтіндігі ақиқат. Жазушы болу ұлы мұрат жолында үлкен жауапкершілік сезімін арқалау. Ел мен жер алдында азаматтық арыңа ақау түсірмей өту дейді ел ағалары. Қазақтың сондай дарабоз жазушысы Қабдеш Жұмаділовпен бүгінгі бағдарламамызда сұхбаттасуды жөн көрдік. 1956 жыл Қытай Халық Республикасындағы Шәуешек гимназиясын үздік бітірген бір кездегі бозбаланы жолдама мен Алматы қаласындағы білімнің қара шаңырағы Қазақ ұлттық университетіне оқуға жібереді. Дәл осы қара шаңырақта ол бүкіл дүниежүзі әдебиетін бойына сіңірген ұлы ұстаз Мұхтар Әуезовтен дәріс алады. Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев сияқты өзімен қатар оқыған құрдастарымен бірге білім теңізінің тұңғиығына сүңгиді. Тағдыры жазмыштан озмыш жоқ дейді. Саясаттың кесірінен сергелденге түскен шәкірттер оқуларын аяқтамай жатып, елдеріне қайтуға мәжбүр болады. Бізді Қытай қайтарып әкететін болған кезде мен Мұқаңменен қоштасып кеттім. Мұқа, біз осылай кетіп барамыз, бізді аңғаруымызша о жақта да 37 жыл секілді бір науқан басталыпты. Қайта келеміз бе, жоқ па? Көрсеміз бе, жоқ па? Мұқасы, аман болыңыз деп қош айтып кеттім. Сонда Мұқаңның айтқан өсиеті де бар. Енді бас келдің ішкісіне араласа алмаймыз, амал жоқ. Барасыңдар, бірақ жасымаңдар. Кейде тағдырдың өзі мынау жазушы болам, ақын болам деген адамдарды бір қиын жолдарға салатыны болады. Сонан кейін барып оны қайтадан өз орнына қоятыны болады деп өзінің асықпайтын сөздеріменен маған жұбатып демеу ақыл берген есімде. Қытайға қайтып келген кездегі халық басына туған ауыр жағдайды жазушы өмір деректерінде былай баяндайды. Үрімжіде ашаршылықтың дәмін татып, көнек ауруымен ісіп кеуіп жатқандарды өз көзіммен көрдім. Шәуешекке келсем, бұл аймақты да ашаршылық жаулап алған. 1958 жылы жаппай құрылған халық коммунасы қалың жұртшылықты ортақ қазанға қаратып, жеке түтін шығаруға тыйым салып, ішер ас, киер киімге зарғып қойған кез. Дүние қиын болып жатқан кез. Мен Үрімжіде 3 жыл жүріп, қуғын сүргінде. Неше түрлі қара жұмыста, шақтыда жұмыс істеп, содан Шәуешекке барған бетім болатын. Шәуешекке барудағы мақсатым шекараға Шәуешек жақын, Шәуешек қаласынан 20 шақырым. Сол қалтамда Казгуды бітірмеген екі курсын ғана оқып қайтқам. Зашотный книжкам, жағы студенттік билеттерім қалтамда тігулі жүреді. Егер мен кез келген уақытта өтсем, мені Совет өкіметі қабылдайды. Мені күмән келтірмейді деп ойлаймын ғой. Сонымен тым құрса Шәуешекке жетейін, өзім өткендей болам ба деп сол мақсатпен келгем Шәуешекке. Бұл 61 жылдың жазы. Содан келе-келе елге келген соң басқа идея туды. Еңіреген елін көрген ер ендігі кезекте туған елін аштық апатынан құтқаруды жөн санайды. Міне, ата жұртқа ел көшіру идеясы осыдан барып туады. Қайтсек ұлттық езгіден құтыламыз. Ата жұрт Қазақстанға қалай жетеміз деген ойлар жатса да тұрса да маза бермейді. Игі жақсыларды жинап алып, елді көшіру жайлы бастаманы айтып, дүйім жұртты көшке дайындайды. КПСС орталық комитетінің бас хатшысы Хрущев жолдасқа бірнеше дүркін хат жолдайды. Сол жылы бір көктемде ерте шықты, қар ерте кетті, бір рақат көктем еді олды халықтың тілеуіне. Содан 10 сәуір күні көш басталды ғой. Ең алдыменен Шәуешектегі жастар қозғалып кетті. Түгел, оларды жүкті оқушы бір мешбеттерін иығына салып заулап өте шықты.
бір жұмадан кейін тұтас бүкіл Чәуешек ауданы, оның мына жағындағы Дөрбіжін ауданы, мына жағында Шағыртоғай ауданы, мына жағында Тола ауданына ілінді көш. 5 жерден шекараның сымын жинап тастап, халықты қабылдап жатыр. Міне, содан бері жарты ғасырдан астам уақыт өтіпті. Биыл тура 51 жыл толды. Демографтар сол жылы ата жұртқа келген 200 мың қазақ ұрпағымен еселеніп миллионға жетті дейді. Көштің бидасын ұстап келген Қабдеш ағамыз үшін сол бір күндер ең бір бақытты күндер еді. Елдің көшін тоқтата алмайтын болған соң үкімет не істеген дейсіз ғой? Осы көшті бастадау деген адамдарды ұстап қалуға тырысты. Содан 7 адамды ұстау туралы бұйрық шығыпты. Ақырында мені 22 күні кешке мен қалаға түскен кезде мені ұстамақ болып. Полициялар келе жатқанда 10 минут бұрын хабарлаған адам жаңағы Қажытай. Мен енді әбден шаршап ұйықтайын ба деп жатқан кезімде есіктен кіріп келіп, ағатай, аман екесің ғой деп үйден кіріп келді. Ой, не болды, осылай қазір ұстаймыз. Жаңа кірдім қақпадан, есікте күзет тұр, қарулы қытайлар. Дереу кету керек деп, апыл-ғұпыл киініп, біз артқы дауылдан секіріп, түн қараңғы, сағат 11-12 мөлшері, шекараға қарай түнімен жортып жүгіріп отырып, сонда 25-30 шақырымдай жер енді. Біз мына төтежісі 20, біз тау жаққа қарай бет алдық, 30 шақырымдай жерді алып, күншіға шекарадан өтіп өк. Қазақ көші, ел басына түскен тауқымет, қиын қыспақ тағдыр, жас ақынның тарихи шығармаларға қалам тербеуіне негіз болады. Себебі бар көрген білгенін поэзиямен жеткізу мүмкін емес еді. Алматын сағынғаным, Казгуды сағынғаным сонша, жасым едәуір марқаланып қалған. Мен сонда уже 4 жыл ана жақта сүргінде болдым, бұл жерде оқыдым, жасым 26-ға келіп қалған кез. Завошный ауысып кетуіме де болатын еді. Бірақ ана оқуға кеткен есемді қайрайын деп осыны қайта түстім. Менімен бір оқыған адамдардың бәрі оқу бітіріп, қызметке шығып кетті. Мен өзімнен 4-5 жас кіші жас жігіттермен қайта оқыдым 3-ші курста. Сұрақты өзіңізден бастағым келіп отыр, Марфуға апа. Қабдеш ағамызды қашаннан танисыз? Алғашқы қандай шығармасын оқыдыңыз? Өзіміз бір жағынан құрдас, бір жағынан тағдырлас. Сол жастайымыздан бір-бірімізді жақсы білеміз. Ал енді Қабдеш ең алғашқы шығармашылық өмірін өлеңнен бастаған. Әдемі өлеңдер жазған қазақ. Кейін мына прозаға ауысып кетті. Осы өмірінің ішінде Қабдеш қаншама дүниелерді жарыққа келтірді. Бүгінгі күнде айтары жоқ. Бүкіл ел білет, халық білет, шет ел таниды. Оның жазушылық бет-беделі, жазушылық қасиеті, дарыны, білімі бір кісідей шүкіршілік. Қабдештің бұл бүкіл елге танылған адам. Ол қандай тақырыпты жырласа да, тарихи тақырып болсын, осы өзіміздің заманауи тақырып болсын, қайсын жырласа да ол өз алдына қойған мақсатын соны жеріне жеткізіп, барлық бүге шігесіне шейін қалтырмай сөйтіп жазып келе жатқан қаламгер. Қабдеш ағаның дарабозы болсын, тағдыры болсын, соңғы көші болсын, аса кесек шығармаларында Тарбағатай тауының күнгей беті, Шәуіршек деген қала, сол Шәуіршек қаласының маңындағы үлкен өзендер, Сібеті, Қарынгөр, Ремежанның Қарағашы, Жапырақты, Қызбейіт, Көктөбе жайлауы, Етікшінің шыңы, Сарайымыл, Қарайымыл өзендері, Алакөл, Қатынсу, Текпі деген секілді көптеген жер атаулары бар. Біз енді Қабекеңнің шығармаларына қалай әсер етті деп тақырыпқа келгенде, мен Қабекеңнің сол туып өскен жерінде өстім, шығармашылығы өткен бүкіл ортаны
Қабекеңнің шығармасы арқылы көркем бейнеде танып, және сол жердің тумасы ретінде табиғаттың өзін көзімізбен көріп танып өстік. Шәуешек қаласы енді ол Семейден кейінгі қазақ елінің, қазақ деген халықтың бір мәдениет ошағы болған аса ірі тұлғалы мекен-жай, әдіріс. Шәуешек қаласы деген ұғыммен бірге біз шығармашылыққа еліктеген адамдар үшін сол қаланың бірінші көркем бейнесін салып жырлаушы Қабдеш еске түседі. Шәуешектегі гимназияда оқып жүргенде бұл кісі алғаш ақын ретінде танылған жұртқа, алғашқы Шыңжаң әдебиетінің негізін қалаушыларының бірі ретінде. Кейін Қажы Омар Шабданұлы атақты қылмыс романының авторы. Сол кісімен кезіккеннен кейін, сұхбаттасқаннан кейін бұл кісі оныншы оқып жүргенде сол кісінің әсерімен прозаға қарай алады. Қажы Омар ағамыз айтады екен, поэзияменен кең ауқымды тынысты дүниені бейнелеу қиын, сен прозаға кететін шығарсың деп. Шәуешектегі жалпы әдебиеттің, шәуешектегі өлеңнің, поэзияның бәрінде Қабдештің әсері, Қабдештің тілі, Қабдештің суреткерлік дүниясының ықпалы болды деп айтуға әбден болады. Онсыз ешкімде қалам алып отырғанда Қабдешті ойламай шығарма жазбайды деп ойлаймын мен. Енді арамызда филология ғылымдарының докторы Руда Зайкенова келіп отыр. Сіздің естуімізше тақырыбыңыз Қабдеш Жұмаділовке арналған. Бұл тақырыпқа неге қызықтыңыз? Менің тақырыбым Қабдеш Жұмаділов шығармашылығы, тарихилық, деректілік және көркемдік шешім деген тақырыпта 2010 жылы Евразия университетінде докторлық диссертация қорғаған едім. Бұл мен көп жылдан бері ізденіп, Шыңжаң қазақ әдебиеті деген мәселемен ертеден айналсам. Оның бір жағы менің отағасым Қажытай Ильясұлы сол Шыңжаң өлкесінде туып өскен қазақ болғандықтан, мен ол өлкеге 1989 жылдан бері бірнеше рет сапар шегіп барып, сондағы бағана мына Алмас айтып отырған көрнекті қазақтың көз түрі, ақын жазушылармен тікелей сөйлесіп, бұл тақырыпты осылар сол жақтағы сол қазақ әдебиетінің, әсіресе сол проза жанрының, романның дамуы мені ертеден қызықтырған еді. Бірақ 1980 жылдары ол өлкеде роман жанры өте кең дамып, өйткені үкімет басына Ден Шаупин келгеннен кейін ол өлкеге сөз бостандығы берілді. Бұдан кейін жаңағы іштерінде тұнып жатқан, іштерінде жасырын жатқан дүниені сол өлкенің ақын жазушылары бұрқыратып шығара бастады. Оның бәрін игеру мүмкін болмай қалды. Енді мен бұлай ойланып қарасам, осы өзіміздің осы өлкедегі осы Қабдеш Жұмаділов шығармашылығын осы толық зерттеп танып білдік пе деген мәселе тұрғысынан келген кезде, мен ізденіп кеткен кезде, мен өзімнің соншама бір үлкен бір бай, үлкен бір керемет бір қиын тақырыпқа, тіпті бір Қабдеш Жұмаділовтың өзін меңгерудің өзі бір ғана диссертация емес, бірнеше диссертацияның жүгі болатынына көзім жетті. Қазір мен сұрағымды Армебек Сағындықұлы сізге қойғым келеді. Сіз сыншы ретінде Қабдеш Жұмаділовтың қолтаңбасы ешкімге ұқсамайды. Өзге жазушылардан ерекшелеу деген әңгіме көп айтылып жүреді. Сол жөнінде өз пікіріңізді білдірсеңіз. Қабдеш Жұмаділовтың өзіндік қолтаңбасы дегенде ол кісінің күшті әлеуметтік сарында шығарма жазатындығы. Қабдеш Жұмаділовты осы күнге дейін шығармашылығында ұсақ түсек бәкін-жүкін нәрселерді жазған жоқ. Қазақтың жалпы болмысына, қоғамына, өміріне қатысты келелі мәселелерді өзінің шығармаларына арқау етті. Мәселен, оның соңғы көш шығармасы бодандық замандағы Шығыс Түркістандағы қазақтардың тағдыр тәлейі арқау етілсе, тағдыр романы Қытай мен Қазақстандағы шекараның қалай бөлінгендігі, ондағы халықтардың қалай екі жаққа бөлініп қалғандығы, сол екі жаққа бөлініп қалған тағдыр туралы мәселені көтерді. Ол кісіге тарихи жанрды жазу ыңғайлы ма? Ол үшін ұлттың мүддесіне қалай тура келеді, Қабдеш соны жазды. Ол тарих бола ма? Ол осы күнгі бола ма? Ол болашақ бола ма? Осы нәрселердің бәрін Қабдеш қозғады. Қабдеш қалам тартпаған қазақтың мүддесі мен оның тағдыр тәлейі туралы ешқандай одан басқа нәрсені жазған жазушы емес ол. Тек осы нәрсеге өзінің барлық нәрсесін осы арнаға келіп құйып отырған жазушы. Қабдештің шығармасындағы ең үлкен арқау
ата жұрттың тағдыры мен тарихы. Анау дарабозда бүкіл қазақ даласы мен қазақ даласының батысы, шығысы, оңтүстігі, солтүстігі, оған ықпал етіп жатқан империялардың тарихына дейін түгел кетеді. Бұл кісі тарихқа өте шебер, өте есту қабілеті жоғары адам. Мәселен, ана Прометей алауында қазақ даласындағы рухани дүниенің сақталуы, қазақтың ұлттық болмысын сақтап қалудағы әсерлер туралы сөйледі. Жалпы бұл тарихи тақырыпқа өте шебер түседі. Оның және өзінің бұрынғы көшпенділер өмірінен келгендігі, өзінің өмірін бастапқы дәуір қазақтың көшпенділер өмірінде өтті. Біздің мынау Қазақстанда советтік жүйемен бәрін отырақтастырып құртып жіберген кезде 50-ші жылдары Шыңжаң қазақтар әлі баяғы көшпенді өмірде тұрды. Сондықтан тарихи тақырыпқа келгенде көшпенді өмірдің жаңағы үш бұтты ошақ, жер ошақ, май қараған мен қазан жуатын, жаңағы атты шілерлеп өргізіп, қойды жусатып өргізіп отыратын тарихты ол кісі өте жақсы біледі. Сондықтан тарихи тақырып ол кісінің оң жамбасына келіп отыратын деймін. Ал Қабдеш Жұмаділов бұл аманат арқылап өткен. Өйткені Шыңжаңдағы миллиондаған қазақтардың соның 200 мыңы ғана 1962 жылы шекарадан өтті ғой. Ал қалғандары бағана айтып отыр ғой, міне Қажы Құмар сияқты. Ол өлкеде қаншама әдебиеттің тұтқасын ұстаған керемет жазушылар бар. Бұл жерге жете алмай арманда кетіп отырған, әлі де армандап отырған қаншама қазақ бар. Ол кісі аманат арқылап өткен. Міне ол соншама өзінің мойнына жауапкершілік жүктеді. Қазір қайтып барады деген әңгімесі 1962 жылы жарық көрген. Ең тұңғыш әңгімесі. Міне осы әңгімеде бұл ұлт тағдырын көрсетеді. Сол шекарадан өткен, туған жерді аңсап, сол бір уыс топырақты қалтасына салған Байтас деген шал, сол шекарадан жалғыз өзі өтіп, сол топырақты әкеліп туған жеріне төгу үшін, сол туған жеріне жетіп, сол өзінің үйінің, өзінің ата мекенінде, ата қонысына келіп өзі көз жұмады. Міне негізгі айтылатын оқиға осы. Міне осы мәселе, осы ұлт тағдыры, осы туған жерге деген сағыныш, мына отанға деген шексіз берілушілік бұл Қабдеш Жұмаділов шығармасының негізгі кредосы деуімізге болады. Бұл жаңашылдық деген кезде, бұл жазушының ерекшелігі деген кезде мен ең алдымен айтар едім Қабдеш Жұмаділовтың тақырып таңдаудағы соңлығы. Ол кісі таңдаған тақырып ешкім бұрын соңды біздің қазақ әдебиетінде сөз болмаған. Ол соңғы көшті алыңыз, дарабозды алыңыз, Прометей алауы, атамекен, қылкөпір, көкейкесті, тіпті әңгімелерінің өзі. Мына құзғынның өлімі деген қазір мына өзі аспанда қалықтап ұшып жерге түспей қоятын, мына кейбір шығармаларда бір бүркіт образы қазір әдебиетімізде бір образға айналды енді. Ал енді ол бұдан қаншама 20 жыл бұрын құзғынның өлімі деген. Мың жасайтын құзғын, осы құзғынды адамша ойлату арқылы ол жай ғана бір 30-40 жыл жасайтын емес, мың жасайтын құзғынға мысалы бүкіл қазақтың жаңағы тарихын соны беру арқылы бір әдебиеттің өзінде бұл өзінше бір қазірге керемет жетістік десек, осыны керемет жаңалық, осыны бір модернистік бір бағыттағы бір шығарма дейтін болсақ, ол нәрсеге Қабдеш Жұмаділов баяғыда барған. Көп рахмет. Әңгімеміздің ойынан ажырап қалмай, қазір тілшілеріміздің арнайы дайындаған бейне сюжетіне кезек берейік. Тарихты белінен басуға қарсымын. Сен өз фантазияңды, өз қиялыңды қоса бер, бірақ негізінен тарихи жүлгеден тарихи неден айнымау керек. Тарихи фактілерден белінен басуға болмайды. Бір дарабоз романын жазудың өзіне 5 жылдан астам уақыт кетті. Соңғы көш, тағдыр романдарын жазу үшін де дәл сондай уақытын сарп етті. Ерең табандылық пен еңбек деп осыны айтты. Ал жалпы алғанда жазушының қорында 10 роман, 15 повесть, 50-ден аса әңгімелері бар. Жазушының төл құжатына айналған шығармасы «Соңғы көш» романы. Соңғы көшті оқыңыз, қайталап оқыңыз. Сонда сіз Қабдештің талантына ғана бас иіп қоймайсыз, оның төтенше тағдырына тәнті боласыз. Соншалықты алапат сұрапыл сәттерді автордың өз басынан кешіргеніне күмәніңіз болмайды.
Бұл жазушы Әкім Таразидің Қабдеш Жұмаділовтың шығармашылығына берген бағасы еді. Мен негізінен немен жазам қаламмен әлі күнге дейін. Онсыз болмайтын секілді. Әбден солай машықтанғам. Сен әр әрпін өз қалаңмен, өз қалам сияңменен түсірмесең ақ қағаздың бетінде бір түрлі көңілің орқып тұрады. Мен айтып ем, мына қаламмен жазбай, машинкамен бассаң қаламды, мына сүретті қасықпен жеген сияқты болып тұрады. Қолмен емес. Жазушының жуырда шыққан кітабы «Әріп пен Сара». Бір ай болды шыққанына. Әлі дүкенгілерге енді түсетін шығар, әлі түсе де қойған жоқ. Сол «Әріп пен Сараға» мен әдейі оралдым. Мен өзі бұрын бір қозғап кеткен тақырыптарға қазір қайта оралып жүрмін бір нәрсені. Біржан Сара айтысы туралы көп талас болған ғой біздің қазақ әдебиетінде. Сонымен кейін міне әріптің 140 жылдығында мен баяндама жасадым, сол мақалам шықты. Сонымен Біржан Сара айтысын шығарған кім деген менің мақалам бар. Шығарған әріп екенін жан-жақты дәлелдегем. Суретшілер, режиссерлар Қабдеш Жұмаділовтың сыртқы келбетін ұстазы Мұхтар Әуезовке жиі ұқсатады екен. Misal marhum Asqar Toqpanov деген ұлы режиссер, misal. Маған жақсы таныс болды. Көшеде кезіккенде, кейде кезіккенде айтатын, мен Әуезов туралы біреу пьесе жазса, сені ойнатам дейтін. Асқар Тоқпановтың сөзі. Ол кезде тіпті менің 30-40 кездерінде ме жасым тіпті жақындап кеткен болуымыз керек. Қазір енді әркім әртүрлі қартаяды. Қазір мен Әуезовтың өзінен бір 10 неше жас үлкейіп кеттім. Сіздер осы Мұхтар Әуезовпен туыс емессіздер ме деген сұрақ жиі қойылған сәттерде жазушы қалжыңдап, жерлеспіз деп жауап қайырса, ауылдарыңыздың арасы жақын болған ғой деген сияқты қағытпа қалжыңдарға мен осындай піш-піш әңгіменің боратынын біліп, үстінен құстан басқа іштеме ұшып өте алмайтын шекараның ар жағында туып келгенмін. Ол біз туыс емеспіз. Әуезов өзі арғын, тобықты, мен мына шығыстың айманымын, біз бөлек адамдармыз деп жауап беретінмін қалжыңдап. Адамның ішіндегісін қабағынан ақтанитын, көңілдегі қаяуды көздегі көлеңкеден байқайтын, табиғатынан сезімтал келетін жазушы деп аталатын халықтың жары болу, әйел затының қайсысына болса да оңайға соқпайтын болса керек. Өмірлік жарыңызды қалай таңдадыңыз деген сұрағымызға Көре-көре келіп, кейбір қыздармен сөйлесе жүріп, қыдыра жүріп, мұрадай қортында келдім. Мен өзіммен тағдырлас қыздаруым керек екен. Тағдырлас. Мүмкін болса арғы беттен келген. Содан осы Қазпидің физмат факультетінде оқитын, Сәуле дейтін қыз бар екен, оқып жүрген. Сол екеуміз таныстық. Оның да ойында болу керек, осы бір сол жақтан келген бір жігіт бар ма екен деп көз қырын салып жүрген болу керек. Содан ол мен оқуды бітіре сала, ол 3-ші курста оқып жүргенде үйлендік. Тағдырлас ару мен отбасын құрғанына да жарты ғасырдан асыпты. Ұрпақ сүйіп, 5 баланың әкесі атанып, ата деген ардақты атаққа ие болған үшін де тағдырына дән риза. Немереге бәріне қолым кеш жетті. Бұрын бір інімнің балаларына, мұна ата деп айтты, ата десем әлгілер жөнді айта алмай сөйтетін әлгі інімнің балалары. Мұна өзімнің немерем бірінші тілі атамен шықты бірден. Мұна өз немерең болмай, ата деген атты ала алмайды екесің. Әне күні былтыр бір Тоғжан дейтін бір немеремді мектепке апарып алғашқы қоңырауына қатыстым. Сонда бүгін әлгі айтып жатыр, маған сөз берді. Пәленбай, Түгенбай, халық жазушы лауреат, пәлен түген. Сонса мен сөзімді былай бастадым. Жақсы, рахмет маған сөз бергендер. Жаңағы атақтың бәрі рас, бірақ мен бүгін әлгі атақтың бәрін қоя тұрыңыздар. Мен бүгінгі атағым Тоғжанның атасымын дедім. Мұндағы келген. Бүгінгі атағым сол жетеді. Осыған қуаныштым, осыған бақыттымын дедім. Сол секілді сол немерелерімді, кішкентайларын жетектеп мектепке апарғанды, үлкендерінің жаңағы қызығын көрсем, ендігі дәме шөбереді. Бірақ жазушының арманы мұнымен бітпейді. Ең басты арманы көш бастап келген адаммын ғой. Қазақтың басын құрайын ба деп жүрген адаммын. Міне көк тудың астына бүкіл қазақ жиналса деген менің ұлы арманым бар. Әлі сол толық іске аспай жатыр. Көш бір қыдырып жерге барғанымен қазір тоқтап қалды. Тоқтағанына 2 жыл болды міне.